барлығымызға жақсылық, сәттілік тілейміз. Бүгінгі біздің сабағымыз сәтті өтсін. Үй тапсырмасының балалар жаңа айтып өттік. Сайын Мұратбековтің жусан исі бірге осы жусан исі шығармасы бойынша бейне материалды қарап тамашалап көрейік. Ауылдағы өмір қандай қызық, менің ауылда тұрғым келеді. Біз осы үй тапсырмасының қаншалықты меңгергендеріңді байқау үшін біздің бүгінгі телерадио жүргізушілері Сағынай Нұрбелді, Ахметова Назеркені шақырамыз орнымызға. Бүгінгі үй тапсырмасының шарты бойынша бізде радио эфир жүргізушілеріміз дайын. Сіздердің топтарыңыздың алдарыңызда бір ұялы телефон бар. Қойылған сұрақтарға кім білет, орнымыздан тұрып, ұялы телефонмен жауап береміз. Жүргізушілерге енді кезекте сөзді береміз. Ал, жүргізушілер, сіздерге сөз. Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсы көңіл-күй тілеймін. Армысыздар, әдебиет сүйер оқырмандар. Сіздермен тікелей эфирде Қазақ радиосы. Астана уақыты 16 сағат 45 минут. Бүгінгі тікелей эфир жүргізушілері мен Сағынай Нұрбелді Бағынбайұлы және әріптесім Ахметова Назерке Сырымжанқызы. Сіздермен эфир арқылы байланысқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі эфирімізде тыңдармандарымызға жазушы Сайын Мұратбековтың «Жусан исі» шығармасы бойынша сұрақтар қойылатын болады. Егер сұрақтарға дұрыс жауап берген тыңдармандар болса, жеңімпаздарға сыйлықтарыңыз бар. Сыйлықтар пошта арқылы жолданады. Құрметті тыңдармандар, сұрақтың жауабын білсеңіздер, 8-775-673-8922 номеріне қоңырау шалыңыздар. Жеңімпаздар, мекен-жайларыңызды осы номерге қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше сұрағымызды бастаймыз. Сәттілік болсын тыңдармандар. Жусан исі повесі қай кезеңнің оқиғасы суреттеледі? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз емес. Мен Ақжал ауданынан. Сіздің сұрағыңызға мен жауап бергім келеді. Шығармадағы уақыт осы соғыс кезі деп ойлаймын. Балалардың еңбегі туралы айтылған. Сұрағымыз қабылданды. Арал ауданынан хабарласып тұрмын. Сіздің сұрағыңызға жауап бергім келеді. Шығармада Аян, Бапайдың кемпірі, әжесі, қосым және тағы да басқа достары бар. Мен эфиріміз аяқталды. Қоңырау шалған тыңдармандарға өте көп рахмет. Сау болыңыздар. Барлық жеңімпаздар сыйлықтары почтамен жолданады. Ал енді балалар, біз орнымызда отырып, өзімізді еркін сезініп, көзімізді жұмып та, еркін отырып та, билеп отырып та, осы бейнежазбаны кішкене тыңдадық. Ал, барлығымыз сен де әсер алдың ғой. Қандай әсер алдың? Себебі өзімнің ойыма ертегі әлеміне түсіп кеткендей өзімді сезіндім. Қайда барып қайттың? Көзіңмен. Мына суреттегі табиғатты көзімен елестің бе? Сол табиғаттың ішіне кірдің бе? Айналардың екісі, Сайын Мұратбеков, Жусан исі, ертегішіл Аян. Бұл әнді біз бекерден-бекер тыңдаған жоқпыз, өйткені бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бала қандай екен? Ертегішіл Аян екен. Ендеше балалар, біз аудиокітапта, бейнежазбада ертегішіл Аянның ісін тыңдап көрейік. Баяғыда бір жетім бала болыпты. Баланың есімі Аян. Жастайынан шешесінен айырылып, әжесімен бірге бір ауылға көшіп келеді. Аян, қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы бір кекіл етіп құйылған кекіл шашы бар. Ешкіммен төбелесіп, сөзге тыңдаған бейнежазбадан түсіндірген біз әсер алдық па? Ол бізге сол әсерді беріп тұрған ненің құдіреті деп ойлайсыз? Және тағы да бізге осы шығарма керемет ұнады, иә? Аянмен дос болғымыз келді, оның достарымен не болғымыз келді, ойнағымыз келді. Ал сол нәрсенің бәрін бізге жеткізіп тұрған кім? Жазушы. Сол жазушының тағы да көркем әдебиеттегі несі қолданған? Керемет қолданыстары. Дәрттеріміз ашамыз, ертегішіл Аян қандай бала? Жалпы шығарма бойынша жаңа тыңдаған аудиокітаптар біз
өздеріңе көрсетіп берді, дәптерлермен жазамын да. Ертекшіл аян қандай бала, және оған берген мінездемелеріне қарай шығарма үзіндісімен бірге мазмұнын баяндап айтып беретін болады. Жақсы, арманшыл, неге арманшыл? Дәптеріңізге жазуға барыңыз. Күн сайын өздер өзінің достарына керемет ертегілерді шығарып, өзінің ойындағы, арманындағы Сол ертегі арқылы өзінің арманына жеткізсін. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бізде тақтада нелер беріп тұр? Суреттер берген және сөйлемдер берген. Енді бұл суреттер және сөйлемдер Жусан есім шығармасынан алынған. Біздер суреттерге қарап отырып, мына сөйлемдердің орнын осы суреттерде орында мына астындағы қажетті сөздермен істейміз, толықтырамыз. Дұрыс. Балалар? Ауылдағы өмір балалықша ата-ананы, дұрыс. ата-ананы құрметтеу, адамгершілік баяндалған. Дұрыс. Балалар? Жарлық әжесінің тәрбиесінде өскен. Балалар оның ертегісін Дұрыс. Ертегісін тыңдағанды мәтіндерден жұптаса отырып, екеу ара жұптасамыз, екеу ара жұптасып отырып, осы мәтінден көркемдегі сөздерді табамыз. Яғни осы көркемдегі сөздер арқылы бізге шығармадағы жазушы табиғат көрінсін, және кейіпкерлер бейнесін керемет суретке түсірсін. Ал жұптасамызда орындайды. Сөйлемде нешінші сөйлем эпитет? Оның қасына жазып берсеңдер болды, бірақ эпитет қай сөз екенін айтасыңдар. Қайты бірінші болады, тақтағы шығып орындалған болады, бірінші болған бала. Күнде тұншықтар саларда не болды? Қара аспан күйіктеу, дұрыс айтасыздар, күйіктеу. Түнде қотыр тайқана асқа тодан ұшып өтеді. Ипер болады, дұрыс. Эпитет. Жоқ, ипер бұл